Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осындай керемет пряник дайындаймыз. Видеоны соңына дейін қарап, менің каналыма тіркеліп кетіңіздер. Өйткені без подписки 96% адам көреді екен. Сондықтан міндетті түрде менің каналыма тіркеліп кетіңіздер. Әлі де көп рецепттер болады. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдыменен қантымызды салып аламыз, содан соң айранымызды құямыз. Және жұмыртқамыздың тек қана сарысын саламыз, ағын бетіне жағуға алып қаламыз. Содан соң жақсылап араластырып аламыз. Ертілген сармайымызды да қосып жібереміз және жақсылап араластырып аламыз. Мөлшерлерін видеоның астына описанияға қалдырып кетемін. Енді ұнымызды електен міндетті түрде өткізіп аламыз және бір ас қасық ас содамызды салып, жұмсақ қамыр илейміз. Оны бірден салып жібермейміз. Осылай бөліп жақсылап араластырып қолымызбен илейміз. Қамырымызды илеп болдым. Осылай өте жұмсақ қамыр болады, қолға жабыспайтындай. Табағымызға салып 15-20 минутқа холодильникке қоя тұрамыз. Содан соң бөліктерге бөліп, оқтаумен жайып алатын боламыз. Қамырымыз осындай қалыңдықта болады. Енді осылай стаканның көмегімен, форманың көмегімен жасасаңыз да болады. Осылай жасап аламыз. Алдын ала пешімді қыздырып қойдым 200 градуста. Енді 15-20 минутта пісіп шығады. Оған дейін біз бетіне жағатын глазурымызды дайындап аламыз. Жағы жұмыртқаның ағына осылай сахарный пудра саламыз, немесе қант салсаңыз да болады. Осылай аппақ масса болғанша араластырамыз. Міне дайын болды. Біздің печеньемізді дайын болып шықты, пряникіміз. Енді глазурымызды жағатын боламыз. Табаққа салып араластырсаңыздар да болады. Осылай шөткінің көмегімен де жағып шықсаңыздар болады. Өте керемет болып шығады. Табаққа салып араластыратын болсаңыздар, тез кебетін болады. Ал осылай жағатын болсаңыздар, шамамен бір күн тұру қажет болады. Барлығына жағып болдым. Өте әдемі, күшті, жұмсақ болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Үй-іштеріңізді қуантыңыздар. Сіздермен бірге болған аспаз келін. Әлі де көп рецепттер болады. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет.